Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы 14-ші сабақ бірінші тапсырмадан үшінші тапсырмаға дейін бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бірінші жаттығу бізде оқылым. Мәтінді түсініп оқы дейді. Балалар, өздеріңіз оқып, түсініп алу керекпіз. Мен сіздерге бір рет оқып берейін. Ақша қардың әлегі. Балалар, бүгін біз үлкен тәртіпсіздік жасадық, деді ағай. Қармен атқыласып, терезені сындырып қойдық. Басты айыпкер Сұлтан. Ол кінәсін мойындаудың орнына қашып кетті. Біздің талқымыздан қорықты. Осы кезде сыныптың есігі ашылды. Қарасақ, Сұлтан екен. Қолтығында үлкен әйнегі бар. Мен қашып кеткенім жоқ. Үйден әйнекпен алмас алып келдім, деді. Біз Сұлтанға риза болдық. Мәтінді тыңдадық. Енді мәтіннің астында бізде тапсырмалар бар. Мәтін неше бөліктен тұрады дейді. Мәтін 3 бөліктен тұрады. Әр бөлікке ат қой дейді. Бірінші бөлігінде мысалы не туралы айтылды? Балалардың тәртіпсіздігі туралы айтылды. Ал екінші бөлікте Сұлтанның қашып кеткендігі туралы айтылып жатыр. Ал үшінші бөлімде Сұлтанның оралуы немесе Сұлтанның батырлығы деп айтсақ та болады. Үшінші бөлімде. Мәтінді жалғастырып әңгімеле дейді. Қалай жалғастырып әңгімелейсіңдер балалар? Өздерің жаңағы ойланып айтып көріңдер. Мәтін бойынша өз ойыңды айт. Мәтін бойынша өз ойымызды айтуымыз қажет балалар. Мысалы, Сұлтанның іс-әрекетінің бұл жерде дұрыс екендігін, немесе Сұлтанды кінәламастан бұрын Сұлтан неге үйге кетіп бара жатқандығын айтып кетуі керек еді. Міне, ол жаңағы кетіп қалғандығын олар қашып кетті деп ойлады. Міне балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Бізде бүгінгі сабақтың ережесі тұр мына жерде. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Үй, көгершін, өнер. Яғни дауысты дыбыстар жіңішке болса, жіңішке айтылады екен. Келесі тапсырма екінші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз дейді. Әйнек, кінә, тәртіпсіздік, бүгін деген сөзде сөздердің жіңішке айтылу себебін түсіндір дейді. Жіңішке айтылу себебі, балалар, бұл сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар ә, е, жіңішке дауысты дыбыстар ғой. Сондықтан сөздеріміз жіңішке айтылып тұр. Осы жаттығуды дәптерге көшіреміз. Келесі үшінші жаттығуда бос түргөздерге керекті әріпті қойып оқы дейді. Мына жерге, бос жерге біз әріптер қою керекпіз. Мысалы, бірінші ыдысқа біздер түн, күн, жүн деген сөз қоямыз. Келесіне сана, шана, дана, шөп, төр, сөз деген сөздер шығаруға болады. Осы сөздердің ішінен өзің қалаған бір сөзден сөйлем құрап жаз дейді. Оны біздер мына дәптерге жазатын боламыз. Бірінші көркем жазамыз. К бізде қандай дыбыс еді? К дауыссыз дыбыс. К әрпін әдемілеп жазып шығамыз. Екінші жаттығуда мына сөздерді көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығуда жаңа сөздер шығардық бірнеше. Сол сөздердің ішінен өздерің таңдаған сөзге сөйлем құрауларың болады. Сіздерге мен бір үлгіде Асан шанамен сыртқа шықты деп, шана сөзіне сөйлем құрап қойдым. Сіздер басқа сөздерден құрағыларыңыз келсе, кез келген 9 сөздің бірін алуларыңа болады. Түн болсын, күн болсын, өзің білесің. Қай сөзді алсаң да бір сөйлем құрап, мына жолға жаза қойыңдар. Және өзімізді бағалауды ұмытпайық, балалар. Өз-өздеріңді бағалап кетесіңдер дәптердің соңындағы смайлик тұрған жерді бояймыз.
Құрметті оқырмандар, сіздерге каналдағы тапсырмалар түсінікті болса, каналға тіркеліңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.